Сәлем достар, сіздермен Аниме KZ арнасы. Осы видеода сиқырлы шайқас анимесіндегі күші бойынша топ 20 орында тұрған кейіпкерлерді қысқаша айтып беретін боламын. Арнаға лайк қойып, тіркеліп, ыңғайланып отырып алған болсан, мен видеомды бастаймын. 20-шы орында ашатын Аои Тодо, Киотодағы сиқырлы техника мектептің студенті. Бірінші дәрежені иеленетін Тодо барлық күш білекте екеніне сенеді. Оның бойы ұзындығы 190 сантиметр және ірі бұлшықетті. Ол сиқыршы емес, әулеттен шықса да өз мектебінің ең мықтысы болды. Оның физикалық күші панда мен макиден де асып түседі. Шайқас кезінде оның IQ-ы тіпті 200-ден асады деседі. Яғни оған қарсы шығу өте қиын. Ол тіпті Киотодағы директорды де жеңе алады. Ал 19-шы орынға келер болсақ, Мегуме Фуиширо, басты кейіпкерлердің бірі. Бірінші курс студенті, екінші дәрежелі Зенин әулетінің ұрпағы. Бойы 175 сантиметр, салмағы 60 килограмм, қара шашты және жасыл көзді. Бірақ анимеде ашық көк түсті болып көрсетілген. Оның физикалық күші әрине Юджи секілді мықты емес, бірақ өзіне басқаруға өте ерекше. Шикигами көмекшілерді пайдалана алады. Интеллект жоғары болғандықтан, оған қарсы шайқаста өте қиын болады. Әрқашан тез реакция жауының соққысына қорғануға көмек береді. 18-ші орында Итадори Юджи, бас кейіпкер. Сукунаның саусағын жемей тұрып сиқыршы болмаған. Оның 18-ші орынға орныққанының себебі сиқыршы болмаса да Сукунаның күшіне қарсы тұрып өзінің денесіне қамап қоя алды. Және өзіне тән көптеген физикалық нормалы күштерді ала алды. 17-ші орында Чосо, арнайы дәрежені иеленетін қарғыс десек те болады. Ол адам мен қарғысқа ұшыраған рухтың гибриді. Чосо өте сабырлы және ұстамды, бауырларына деген мейірімділігі мен құштарлығы өте жоғары. Ол жартылай адам, жартылай қарғыс болғандықтан адамды жеуге деген құштарлығы аз және сиқыршыларға деген жақсы көзқараспен қарайды. 16-ші орында ерекше дәрежелі қарғыс Махито. Оның басты мақсаты барлық адамзатты қарғысқа айналдыру және көңіл көтеру. Кез келген шайқастан ойын көреді. Махито қанша күліп жатса да ішінен сабырлықты ұстап қала алады. Өзіне қауіп төнгенде, мысалы Юджи оған шабуыл жасағанда, өзіне нақты қатты шабуылды көрген кезде нағыз құбыжыққа айналады. Ол тіпті Кугисакидің қарғыс қуыршақ техникасына қарсы өте тамаша қорғана білді. 15-ші орынға екі тұлға қойдым. Олар Ханами мен Дагон. Ханами ерекше дәрежелі қарғыс, қоршаған орта сақшысы. 15-ші орынға екі тұлға қойдым. Олар Ханами мен Дагон. Ханами ерекше дәрежелі қарғыс, қоршаған орта сақшысы. Ол ерекше адамнан емес, қоршаған ортаның қарғысынан шыққан деседі. Және оның ең мықты техникасы иығындағы лотос гүлінде жасырылған. Дагонда ерекше дәрежелі қарғыс. Ол негізі рухы өлген деп айтылады, бірақ ол табиғаттан қорқудан дүниеге келген. Ол басында бейкүнә көрінгенімен шарықтау шегінде өте мықты жын. 14-ші орында да екі тұлға. Олар Рю мен Уро. Рю 400 жыл өмір сүрген сиқыршы. Ол шайқастан ерекше әсер алып, оны дәмді тағамдармен салыстырады. Ол Ютаға қарсы өте мықты шайқас көрсетті. Жеңіліс тапса да өзінен ең дәмді шайқасы осы болған жариялады. Ал Такако Уро 1000 жылдан астам өмір сүрген әйел сиқыршы. Ютаға қарсы керемет стиль көрсетіп, оның аумақты кеңейту сиқыры әлі толық зерттелмесе де өте мықты деп есептелді. 13-ші орында Дзюго, ерекше дәрежелі қарғыстардың бірі, жанартау бас десек те болады. Ол өртке қарсы апаттардан және Жапониядағы көптеген жанартаудан қорқудан пайда болған. Негізгі күштері көп. Ол қанша мақтаншақ болса да ешқашан шайқастан қашып кетпейді. Тіпті Сукуноға қарсы бірге бір шайқасты. Сукуно оны бейлен мақтап лайықты қарсыластардың бірі деп санады. Ол Сукунаның 8-9 саусағындай күшке бағаланады. Годжо Саторуға қарсы шығып, оның аумақты кеңейту техникасына түсіп көрді. Тіпті оны мөрлеу кезінде оған қарсы қол үріс төбелесте жақсы рөл атқарды. 12-ші орында Маки, 4-ші дәрежелі сиқыршы, бірақ 1-ші дәрежені иелене алатындай күшке ие.
Әулетінің кесірінен бірінші дәрежені ала алмады. Ол қарғыстарды көрмейді және қарғысталған энергияны өзінен шығармайды. Тек алдын ала қарғысталған қаруларды қолданады. Оның негізгі қолданатын қаруы айдаһар сүйегі деп аталады. Оны Кумайдзоның өзі қарғыстаған деседі. Ол қарғыс арқылы Зенин Огоның қылышын оңай сындыра алды. 11-ші орында Тодзи Фусигуру. Ешқандай қарғысталған энергияны қолданбайтын, тек қарғысталған энергиясы бар қаруларды қолдана алатын екінші дәрежелі жылдам өлтіруші. Ол тіпті ақша үшін сиқыршыларды да өлтіреді. Жылдамдығы қарапайым адам секілді емес, тіпті Годжо Саторудың өзі байқай алмайды. Кез келген затты жұтып қайта шығара алатын қасиетінің арқасында Тенгеннің қорғанысынан өзімен қару алып өте алды. Барлығын алдын ала жоспарлап Тенгеннің денесін өлтіріп, Годжо Саторуды өлетіндей халде қалдырып кетті. Бірақ кейіннен Годжо Саторудың қолынан өзі көз жұмды. Ол Мегуме Фуишироның әкесі деседі. Топ 10-қа да келіп жеттік. Хакари, 3-ші курс студенті, бірақ билікпен келіспеушіліктің нәтижесінде оқудан шеттетілді. Ол сиқыршылар арасында ақша үшін жекпе-жек өткізеді. Оны өте еріншек деп санайды Юта, ал өзі адамдардың өздерін құмарға салып кеткеніне қуанады. Ол Токионың мектебіндегі мықты оқушылардың бірі ретінде танымал. Сатору Годжоның ойынша Хакари мен Юта оған кейін қарсыластық таныта алатын деңгейге жетеді деп сенеді. 9-ші орында Эйрудзу 1000 жылдан астам өмір сүрді және Сукунаның өмірі бірінші жанкүйері. Оның күштері адамнан тыс физикалық күші, манипуляциясы мен ұшу дағдылары бар. Төзімділігі орташа, IQ-мен ерекшеленеді. Өлім циклінің мүшесі және өзін Сукунаның әйелі деп есептейді. Және солай болу үшін өзіне мықты болуға тырысады. Жылдамдығы өте жылдам және оның күші көбінесе Итадори мен Тодоға ұқсас. Яғни қол ұрыс төбелестерде өте пайдалы. Қарғыс болмаса да Сукуна үшін көптеген жайттарды жасаған және ол үшін өмірін беруге дайыр. 8-ші орында Сугуру Гето, ерекше дәрежелі сиқыршы, Годжоның жандосы. Күштілері әлсіздерді қорғауға міндетті емес деп бар адамзатты құртуға күш салып, Ютадан аямай жеңіліс тауып денесін Кизяко иеленіп алды. Кез келген қарғысты шар тәрізді пішінге өзгертіп жұтып алады. Сол арқылы оларды басқара алады. Қол ұрыс жекпе-жектерінің шебері және жоғары ақылдың иесі. Үлкен күші мен қарғыстар әскеріне ие болса да, өзінің мақсатына жете алмады. Юки Цукумо 7-ші орынға жайғасты. Ерекше деңгейлі 4 сиқыршының біреуі. Ол өзінің сенімді, ашық және сыпайы күші жағынан өте мықты келеді. Ол тек Годжоның естеліктерінде және Кашумаға қарсы шайқаста ғана көрінеді. Бірақ соның өзінде біздің топтың 7-ші орнын иелеп қана қоймай, ең керемет соққы атағын иеленді. Жұлдызша соққысына қайтара алатын күш аз. Бар болғаны бір соққымен 100-ден астам қарғысты жоя алады. 6-ші орында Хаджиме Кашимо, лақап аты найзағай құдайы. 400 жылдан астам өмір сүрген сиқыршы. Ол осы уақыт аралығында Сукунаны іздеп, онымен жекпе-жекке шығуды мақсат еткен. Ол Кинджакуға қарсы күрескенде ең мықты сиқыршы десек те қателеспейміз. Ол қарт болғанын болса да, өзінің артынан бәрін қиратып көптеген мәйттер қалдыра алатын. Адам айтқысыз күлгін найзағай техникасы көптеген жанды дүр сілкіндіреді. 5-ші орынға да келіп жеттік. Окотсу Юто 0-ші серияның басты кейіпкері. Ерекше дәрежелі қарғыс рухын білмей бағындырған. Рика арқылы тіпті Гетоны жеңе алған. Көшіруші, шебер семсерлесу өнерінің меңгере алған адам. Оның әр әулетте ғана болатын техникалары мінсіз. Көшіруі барлығын таңғалдырады. Небәрі сиқырды үйренгеніне 1 жыл болмай, ерекше дәрежелі және 1-ші дәрежелі қарсыластарға төтеп бере алған. Толық бақылау техникасы және көк күшті игере білген адам.
4-ші орында Кензяку, қарғыс шебері және Камо кланының басшысы. Мангада Итадори Юджидің әкесі деп те айтылады. Қалай екені белгісіз, өзінің миын Гетоның басына салу арқылы барлық денені басқара ғана қоймай, оның қарғысталған энергиясын пайдалана алады. Өте ерекше күш пен ақылды иеленеді. Соның арқасында ерекше дәрежелі қарғыстармен мәмілеге келе алады. Ол қарғыстарды негізіне бөле отырып, жеке дербестік шабуыл көрсете алады. Және бұл арқылы көптеген істерді жалғыз өзі тындыра алады. Топ үштікке де келіп жеттік. Якацуно Цурику Ишеки Макарога. Не деген ұзақ ат еді. Ол оң көлеңкелі техника. Яғни Мегумидің техникасының бірі. Бірақ ол бұрын-соңды қолға үйретілмегендіктен, оны қалай болса солай пайдалана алмайсың. Оны жауына қарсы шоғынғы шабуыл ретінде пайдалана аласың. Бірақ одан пайдаланушы адамның аман қалу көрсеткіші төмен. Ол тіпті Сукунаға қарсы шыға алды. Оны Фушигура шайқастан қатты зақым алған кезде пайдаланды. Неліктен деген сұраққа оның тірі қалу көрсеткішінен төмен болғандықтан Макароганы пайдалану өзімен бірге жауынды алып кетуге жөн санаған кез еді. Ал екінші орында өзіміздің көкеміз Годжо Сатору. Барлықтарыңыз білетіндей, жас әрі ең мықты сиқыршы. Ерекше дәрежені туылған сәттен бастап қабылдаған Годжоның бар күші оның көгілдір көзінде. Шексіздік пен алты көзді мұра еткен Сатору дағыз күштің не екендігін білді және күшін тіпті күні бойы 24/7 екі техниканы қолдана алады. Топ 1-ші орында қарғыстардың патшасы Сукуна. Мыңдаған жылдар бұрын сиқыршы болған, кейіннен бар әлемді жаулау үшін қарғыс рухының патшасына айналған. Ол азғын әрі өте өзімшіл болса да, осы әлемдегі адамдарға тазартып, жақсы өмірдің ләззатын сезіндіргісі келді. Осылайша видеоның соңына да келіп жеттік. Видеоны сіздер үшін апталап жасаймыз, бірақ арнаға 80% адам тіркелмей қарайды. Еңбегімізді бағалап, лайк басып, комментарияға келесі қандай анимені жазып кетіңіз. Сіздермен бірге болған Аниме KZ арнасы. Келесі видеода кездескенше.